Армысың қазақ. Менің ылғи айтатын сөзім бар. Ислам туралы немесе әлемдік религиялар туралы айтсам, олардікі факт. Нені факты деймін мен? Қолдарында кітабы бар, ол факт. Кітапты оқып отырмыз. Олардың кітабында әлемді 6 күнде жаратады. 6-шы күні адаманы алғызып, кадыманы жаратады дейді. Бога подобный қылып жаратады дейді. Жаңа кадыманды жаратқанға дейін жер бетінде қазақша айтқанда адамдар өмір сүріп жатқан дейді. Түсінесің ба? Одан кейін бірнеше ғасырлар өткенде, біздің эрамыздың 7-ші ғасырында Хират деген кітап түседі. Жерден сәл-сәл алғызылып дейді. Инсан жаратылады. Жерде адамдар өмір сүріп жатқан. Біріншіде кадыманның жанында серігі болады, Хабба деген. Алманы жеп қойып, күнәға батып, жерге қуылып келеді. Мынада дәл солай. Инсанның есім белгісіз серігі болады, әйел. Алманы жеп қойып, жерге күнәқар болып, кінәлі болып қуылып келеді. Қуылған екеуі-ақ. Атаулары әртүрлі болғанымен, олар міндетті түрде сынақтан өтіп, тез арада қайтулары керек болады. Мына роликта мы плохо очень понимаем грехопадение. Мы эту тему фактически не понимаем. Уже Ева и Адам не вернулись к Богу. Они уже не захотели жить с Богом, не захотели покаяться, не захотели войти, вернуться в свое духовное состояние, в котором они были до грехопадения. түсінесіздер ғой, қайтпай қойған дейді. Раббының рахымыменен кадыман мафтонды басыңнан кешкен. Мафтон смерть, қазақша айтқанда өлім. Ислам мафтонменен ешкімді қорқытпау керек. Қорқытпау керек. Бақиға баратын жол басталды. Түсінесің бе? Тыңдаңыз. Мысалы дейік, сізге бір періште келді да, өлім періштесі, қолын созды, кеттік деп. Әкелді қолыңды, кеттік деді да. Енді білесіз ғой, өлім періштесінің қолы созылғаннан кейін ол қол қайтпайды. Қайтып алып қоймайды да, қол созылады, болды. Сіз қолыңызды оған қарсы созып кеттік десеңіз де, жоқ, бармаймын десеңіз де кетесіз да. Сондай бір сәтте сізде қандай нәрсе қымбат? Айтыңызшы. Не нәрсе қымбат? Сіз үшін ең құнды жаныңыз қымбат па? Кетіп қалады қазір. Уақыт, ол да таусылды. Сіздің иманыңыз қымбат. Егер сіз сол иманмен кетсеңіз, қалған бәрі шешіледі. Дұрыс па? Ең маңызды сол ғой. Егер ол жоқ болса, болды, онда қалған нәрсенің бәрі керегі де жоқ. Сіздің пейнеттеп тапқан дүниеңіздің де керегі жоқ. Сіздің пейнеттеп тапқан денсаулығыңызда, таныс тамырыңызда ешкім керек жоқ. Құранда сөйтіп айтылған емес пе, иә? Ол күні ла байун ва ла хулла. Ол күні ешқандай таныс та, сауда саттық та болмайтын күн. Ешқандай таныс та жәрдем бермейді. Ешқандай да сауда саттық болмайды. Естіп отырсыз ғой. Бәрі қалады дейді. Мафтонды басыңнан кешкен кезде дейді. Көрдім, қақпағы жабылған кезде дейді. Есік жабылды. Қалатын иман ғана екен. Иманыңды үйруің керек екен. Иманың дұрыс. Үйрілгеннен болып, көрдің ішіне кіріп, сұраққа тұрғызыласың. Көрдің ішіне амал дәптерін жазып отырған екі мәліка кіреді. Көрдің ішіне жаңағы мафтонды басынан кешіп жатқанда нәпсісін алып келген екі мәліка кіреді. Сол уақытта сұрақ алуға және екі мәліке келеді дейді. Алтау сұрақты бастайды. Сол сұраққа тұрғызыларға Раббының рахымыменен танасу жасалынады. Яғни қайтадан тірілдеді. Сұрақ басталынады. Тыңдап отырсың ба? Ал мына жақта қалып қалғандар, есік жабылған. Мәликалар сұрақ алып жатыр. Жаназа шығарылмайды. Сондықтан қолын ұстап отырған ұлы кітапта былай дейді. Ей, мүминдер мен мүслимдер, тез жерлеуге асығыңдар дейді. Неге десең, бақиға қарай мәңгілікке иманын үйргендердің жолы басталынады. Бақиға баратын жол басталынады. Айтып жатырмыз ұқпайды. Құрылымларға жол басталынады. Міне суретін қойдым. Рай ат деп аталынады. Исламда оны жәннат пен жаһанам дейді. Ол жерге қазақтың жұмақ тозақ деген сөзін пайдалануға болмайды. Барзақта жатасың. Апокалипсис бар, қияма бар. Қиямет қайым деп соғып қояды. Раббының өзі отырып сұрақ алады. Тақтап отырып. Ғажап көріністер. Бақиға қарай жол.
Есік жабылған, қайтадан енді оралмайсың. Бір рез құбылдың, оралған екенсің. Күнәкар бол, күнәлі бол, сұрақтан иманың дұрыс үйірме, о жақта орындар тағайындалып болған. Вечный мир, бақи дүние. О жаққа кеткендерге дұға жетеді деп ойлама. Раббының өзінің жіберген мелкалары бар, сабақ беріп жатқан. Қайтадан Сафиоллах подобный болатын жағдайға жеткізеді. Сөзім қалай? Жаназа шығарылмайды. Біз тәңіршілер жаназа шығарамыз. Біз бақиға қарай бармаймыз. Біз о жақта тылсым дүние дейміз. Ол жақта ғұмыр бар дейміз. Ол жаққа әруақтар барады дейміз. Түсінесіз бе қалай? Біз жаназа шығарамыз. Біз жоқтап айтамыз. Біз оңға жатқызамыз. 3 күн басына күзетші қоямыз. Қандай өлімнің сәтін басына кешті деп. Ақ өлім, әнсет өлім, доңыз өлім, ит өлім. Айтып келетін өлімнің түрлері, өлімнің ученияның түрлері. Онан кейін айтпай келетін ажал мен тажал басынан кешті ма деп. Күзетші қоямыз. Беті нұрланып жатып, анда-санда тыныс алып, ерекше бір белгілер берді ма деп. Ақ өлім, әнсет өлімді басынан кешті ма? Әлде денесі быт-шыт болып, көздері шатынап, қолдары тартылып, денесі жарылып кетті ма? Ит өлім, доңыз өлімді басынан кешті деп. Түсінесіз бе қалай? Біз тәңіршілер жасаймыз оны. Одан кейін шүн береміз. 7-сін, 40-ын, 100-ін, асын 3 жыл чек қоямыз. Енді сен туралы ойламаймыз. Неге десең, сен мүмкін ұрпағыңнан теріп қойдың. Қайтадан тіріліп қойдың. Дейміз. Көкейден шығарамыз жаназаны. Өміріне қалай? Өліміне қарай жаназасы. Ит өлім, доңыз өлімді басынан өткізіп, денесінің бәрі быт-шыт болып, көзі атыздай болып, қолдары тартылып, аяқтары тартылып, денесі быт-шыт болып жатса, істеген ісінің барлығы былық болса мына жақта, жаназасын қайтып шығарасың. Сондықтан қазақ жаназа шығатындар бар, жаназа шықпайтын бар деп айтады. Жаназасын сұрап алады. Кешірші деп жаназашыдан. Оның барлығы менің ақиқат кітабымда толық жазылған. Сондықтан біз өмірден озған адамдарға ерекше белгі қоямыз. Қорғандар тұрғызамыз. Бейіттер, мазарлар тұрғызамыз. Жаназасын сұрап алғандарға сағана саламыз. Сағана. Коллективіне жерлейміз. Мемориал деп соғып қояды қазір. Бір қуыстың ішіне жатқызады. Бір қуыстың ішіне жатқызылады. Кебініне оралған. Өтесі өтеліп, жоралғылар жасалынып, сол адамның кінәлары кешілсе, алып қара жерге беріледі. Әйтпесе сүйегі сықырлап сол жерде қалады. Ана артында қалған еліне, жүзіне, руына, атасына, ата балаларына кінә тағылады. Ендігінен шіріген ұрпақ туылды деп. Артында қалғандарын деградацияға ұшыратып кетті. Тұқым болатын қарекет жасап кетті деп. Қазақ төрден орын бермей қойған. Сондықтан қазақ айтқан, балам, сен үшін елімді, жұртымды, жүзімді, елімді, ата балаларын жерге қарата алмаймын. Шіріген жұмыртқа деп. Түсінесіз бе қалай? Қазақтың тәрбиесі. Біз жаназаны шығарған. Бұл біздің жарық дүниені таңдағандардың түсінігі. Исламда барлығы ана жаққа кетіп қалады. Бұл жерде еш нәрсе қалмайды. Есік мәңгілікке жабылады. Қалай мафтонды басыңнан кешесің, есік жабылады. Дұға оқып жатырмын, бірдеңені беріп жатырмын деп ойлама. Бүткіл садақаны жасайтын біз. Садақа деген сөзді ұрып айтсаң, ақ адас деген сөз шығады. Менің ұлтым аты қазақ. Ақ адасып қалса, жөнге салу үшін біз садақа береміз. Құдай мал береміз. Ақсарбас атап, құрбандық шаламыз. Ұшар жасаймыз. Асар жасаймыз. Аза салып барамыз. Ағысын тағы. Біз жасайтын. Біздің салтымыз. Исламда бұл фани дүние. Бұл жерге келгендер иман үйіруді, заңды деп есептеп, шіркін-ай мафтауның басынан кешкенде бақиға жететін иманым түгел болса екен деп өмір сүреді. Қазақта да иман деген сөз бар. Адал, таза адамды иман жүзді деп айтамыз біз. Арабтардың иманы ол сенім, религия, вера. Раббының хақтығына, Құранның нақтылығына, Расулдың барлығына бар екен. Бірақ
Мафтонды басынан кешкенде жаңағы имам айтқандай жаназаңда сенің дінің де мына жақта қалып қалды. Тек қана иманың ғана сенімен бірге бақиға қарай жол тартуыңа заңдылықты үйіріп береді. Сондықтан біз сенің жаназаңды шығарамыз, шығармаймыз деген сөзің доғар. Жаназаны тәңіршілер шығарады, көкейінен шығарады. Өміріне қарай өлімі, өліміне қарай жаназасы. Сендерде жаназа жоқ. Оның үстіне жаңағы алманы жегізген облыстың шайтандардың атасын жан деп атайды. Қолындағы кітапты жөндеп оқы. Иманыңды үйремін десең. Бақида тап-таза сапиолла, подобный мүмин мүслим керек. Осындай жағдай. Ұқтың ба, ұқпадың ба? Бұл менің сендерге ылғи қоятын сұрағым. Ұқпасаң одан ар дейтін тағы бір леп белгім бар. Ұқпасаң одан ар деп. Ал тәңіршілерге айтам. Жарық дүниені таңдаған екеміз. Бүткіл болмысыңды дүзе. Мұраң, мирасыңды, өсиетіңді, аманатыңды.